Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз хабарымызда Қазақстан армиясының бітімгершілік бөлімдері жөнінде айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Қазақстан армиясының бітімгершілік күштері өздерінің таңдаулылығына қарамастан көпшілікке онша танымал емес. Сонымен қатар ел билігі бұл бөлімді әлемдегі Гаити сияқты ыстық жерде де қызмет ете алады дейді. Ендеше Қазақстан армиясының таңдаулы бөлімдерінің бірі бітімгершілік күштерінің әлеуеті қаншалықты күшті талдап көрейік. Қазбірек бітімгершілік бригадасы құрлық әскерлеріне жататын десанттық шабуылдаушы әскерлерінің құрамына кіреді. Қазбірек 3 батальоннан тұрады. Оларды шартты түрде Қазбат 1, Қазбат 2 және Қазбат 3 деп атауға болады. Қазбат 1 Біріккен ұлттар ұйымы қамқорлығымен бітімгершілік миссияларына қатысуға арналған. Қазбат 2 ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясындағы бітімгершілік операцияларға қатысуға арналған. Қазбат 3 бұл Қазбіректің резервтік бөлімшесі. Қазбат 1-дің саны 550 әскери қызметшіні құрайды. Біріккен ұлттар ұйымы стандарты бойынша. Онда 3 рота бар. Әрбір ротада 170 адамнан. Бұл ротаның қамтамасыз етудің барлық мәселелері бойынша автономды болуы мүмкіндігіне байланысты. Алайда әскери қызметшілердің саны Біріккен ұлттар ұйымының міндетіне байланысты өзгеруі мүмкін. Қазбат 1-де келісім шарт бойынша офицерлер мен сержанттар ғана қызмет етеді. Олар қабылдаушы елдің заңнамасын білуі және қазақ тілінен басқа ағылшын тілінде білуі керек. Қазбат 1 офицерлерінің арасында шетелде оқығандардың үлесі жоғары. Қазбат 1 жеке құрамын бітімгершілік миссияларды орындауға дайындауға ақш пен Ұлыбритания қатысады. Олардың және Қазбаттың қатысуымен жыл сайын дала қыраны бітімгершілік оқу-жаттығулары өткізіледі. Қазбат 1 американдық Хамви брондалған көліктермен жабдықталған, бірақ қалған қару-жарақ пен жабдықтары стандартты. Қазбат 2 бітімгершілік батальоны ұжымдық қауіпсіздік туралы шарты ұйымы шеңберінде бітімгершілік операцияларын жүргізуге арналған. Олда Қазбат 1 сияқты тек офицерлер мен келісім шарт сержанттарынан тұрады. Алайда бұл батальонға Біріккен ұлттар ұйымының сертификаты қажет емес. Ал жеке құрам ағылшын тілін білуге міндетті емес. Бірақ жеке құрам қазақ тілінен басқа орыс тілінде білуге тиіс. Өйткені ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына қатысатын басқа мемлекеттердің бітімгершілік күштерімен өзара тілдесу орыс тілінде жүзеге асырылады. Алайда егер ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы ұжымдық бітімгершілік күштері Біріккен ұлттар ұйымы миссияларына қатысатын болса, онда оларда ағылшын тілін білуі тиіс. Көптеген Қазбат 2-ның офицерлері де ағылшын тілін жетік меңгерген. Қазбат 2000 жылы құрылды, ал 2007 жылы 38-ші десанттық шабуылдау бригадасының базасында бітімгершілік бригадасы Қазбірек құрылды. Ал оған 2008 жылы Қазбат бағындырылды. Оны Қазбат 1 деп санауға болады. Қазбат 1-дің орналасқан жері Қапшағай қаласы, ал Қазбірек штабы мен оның қалған бөлімшелері Алматыда орналасқан. Тәжікстандағы азаматтық соғыс кезінде ТМД елдерінің шешіміне сәйкес Тәжікстанға бітімгершілік күштер жіберілді. Қатысушылар Ресей, Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан мемлекеттері болды. Бастапқы кезеңде 1992 жылғы 10 қыркүйекте Тәжікстанға Қапшағай қаласында орналасқан 35-ші жеке десанттық шабуылдау бригадасынан 300 жауынгер мөлшерінде техникасыз бір десанттық шабуылдау батальоны жіберілді. Кейінірек 1993 жылдың көктемінен бастап 3 күштік ведомстволардан қорғаныс министрі, ішкі істер министрлігі ішкі әскер, ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерінен штаттық авто және бронетехникасыз 3 атқыштар ротасынан құрама батальон құрылды. Жиынтық батальондағы қызмет әскери қызметшілер құрамының тұрақты ауысымы 3 айдан кейін ауысымдылық негізінде жүзеге асырылды.
Тәжікстандағы азаматтық соғыс кезіндегі қазақстандық әскери қызметшілердің жауынгерлік міндеті Ресейдің Калай-Хумп шекара отрядының блокпосттары мен заставаларын күшейту болды. Жиынтық батальонның осы орналасқан ауданында Қазақстан қарулы күштері бір шайқаста ең ауыр шығынға ұшырады. 1995 жылы 7 сәуірде Памирдегі Пшихфар шатқалында шеру кезінде ішкі әскерлер тұтқиылдан шабуылға тап болды. Сол шайқас барысында 17 адам қаза тауып, 33 адам жарақат алды. Тәжікстанда бітімгершілік міндеттерді орындаудың бүкіл кезеңінде жауынгерлік іс-қимылдар барысында жиынтық қазақстандық батальон қаза тапқандары бар және хабар ошарсыз кеткендері бар. Барлығы 54 жауынгерден айырылды. Миссия ресми түрде 2000 жылы аяқталды. Ал іс жүзінде бітімгерлер 2001 жылы шығарылды. Тәжікстандағы бітімгершілік миссиясынан кейін 2000 жылы Қазбат құрылды. Бұл сол кезде аймақтағы жалғыз мамандандырылған бітімгершілік бөлімшесі болды және әлі күнге дейін жалғыз болып қала береді. Қазақстандық әскери қызметшілер үшін тәжік бітімгершілік операциясынан кейінгі келесі операция Ирактағы ақш пен НАТО аясындағы бітімгершілік операциясына қатысу болды. Қазбат 2003 жылдан 8 жылға дейін 5 жыл бойы Ирактағы бітімгершілік операцияларына қатысты. 2003 жылдан 2007 жылға дейін бөлімше поляк басшылығымен орталық оңтүстік көпұлтты дивизиясының құрамында болды. 2007 жылдың күзінен бастап ИСО орталық көпұлтты дивизиясының американдық қолбасшылығына тікелей бағынышты болған шетелдік жалғыз контингент болды. Барлығы 270-ден астам әскери қызметкер қатысты. Қазақстандықтар көптеген миналар мен жарылмаған оқ дәрілерді залалсыздандырды. Олар инженерлік операцияларды жүзеге асырды. Барлығы 6 ай ішінде 10 кадрлық ротация болды. Иракта қазақстандықтар 4,5 миллионнан астам әртүрлі оқ дәрілерді, миналарды, зымырандар мен снарядтарды жойды. Ирактағы операция кезінде капитан Қайрат Құдабаев қаза тапты. Жалпы әскери дайындықтан басқа болашақ бітімгершілер Қазақстанда арнайы дайындықтан өтеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда құрлық күштері әскери институтының бейбітшілік үшін серіктестік оқу орталығы жұмыс істейді. Қазорталық 2008 жылы Қазақстан қорғаныс министрлігі шет тілдер әскери институты негізінде құрылды. 2010 жылдың желтоқсанында серіктестік оқыту және дайындау орталықтары қауымдастығының 19-шы мүшесі болып танылды. Тану туралы шешімді НАТОның саяси комитеті НАТОның сарапшылар тобының бағалауларынан кейін қабылдады. 2013 жылдың қыркүйегінде халықаралық бітімгершілік оқу орталықтарының қауымдастығына қосылды. Бұл орталық НАТО тарапынан орталық Азияда ресми түрде танылған жалғыз бейбітшілік үшін серіктестік оқыту орталығы болып табылады. Бітімгершілік қызметінің мақсаттары халықаралық қоғамдастыққа және шет мемлекеттерге, мемлекеттер арасындағы немесе мемлекет шегіндегі қарулы қақтығыстарды болғызбауға, тежеуге және тоқтатуға жәрдемдесу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қабылдаған халықаралық міндеттемелерге сәйкес гуманитарлық көмек көрсету болып табылады. Халықаралық ұйымның шешімі және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарт ұлттық контингенттің бітімгершілік операцияға қатысу туралы мәселені қарау үшін негіздер болып табылады. Бітімгершілік операцияларға тек еріктілер ғана қатысады. Қазіргі кезде Қазақстанның бітімгершілік операциялары екі бағытта жүруде. Бақылаушы офицерлер және бітімгершілік бөлімшелері. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің сайтында атап өткендей, парламент президенттің ұсыныстарын екі құжатта қабылдаған. Қазақстанның бақылаушы офицерлері қазір Батыс Сахара мен Кот-д'Ивуарда жүр. Үнді Қазақстан батальонының құрамындағы қазақстандық бітімгерлер ротасы миссиямен Ливанда орналасқан. Қазір оған 120 әскери қызметкерден 4 құрам аттанды. Қазақстандықтардың функциялары мынадай: жергілікті жерді патрульдеуді, бақылау бекеттерін ұйымдастыруды, азаматтық халыққа көмек көрсетуді жүзеге асырады. Сондай-ақ миссия штабы өтетін барлық іс-шараларға қатысады. Айта кету керек, мұндай бірлескен миссиялар Қазақстан үшін өте тиімді.
Негізгі қаржыландыру Біріккен Ұлттар есебінен жүргізілуде. Үнді серіктестер бітімгершілік операцияларында үлкен тәжірибеге ие. Қазақстандық әскери қызметшілер әскери емес үлгідегі операцияларда өте үлкен тәжірибе жинақтауда. Армияның болашақ дамуы үшін қазірдің өзінде күшейтілген батальон немесе бригада деңгейіндегі құрамды бітімгершілік операциясына бронды көліктермен және инженерлік жабдықтарымен аймақтағы операцияларға тәуелсіз басшылықпен қатыстыру қажет. Шын мәнінде бітімгершілік Қазақстанға үлкен пайда әкеледі. Оны жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан операциялар көлемін кеңейту қажет. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса, лайк басып осы арнаға жазыламыз және қоңыраушаны басып қояйық. Үлкен рахмет сіздерге.